Я достар, бізге әдемі хат келіп түсіпті, оны оқымасқа болмайды. Аса құрметті өзі ақылды, өзі байсалды, өзі тәртіпті, өзі класско болған кластасымыз Көзжанов Анварды біз оны Дико деп еркелетеміз. Туған күнмен құттықтаймыз. Дико, сен сонау мектеп кезден ақылды, білімге құштар, дүние танымың кең азамат болатынсың. Бүгінде міне соның жемісін көрудесің. Сенің бойыңа көшбасшылық қасиетпен қатар, қарапайымдылықпен, мейірімділік ерекше үйлесімдікпен кездеседі. Көздеген шыңдарды бағындырып, діттеген мақсаттарыңа жетуіңе тілектеспіз. Тарих пәнінен берген Меруерт апайға сәлем жолдаймыз. Ақын Базарбай Юманов жазғандай, біз сүйеміз Шомайдың қаласын, қосып тұрған ел мен елдің арасын Қазақстан Түркменстан шеттесіп, ортасында туып тұрған жарасым деп шуманайлықтарға үлкен сәлем. Жайхон жағасында өскен бәйтерек, түбі бір шақасы мың болар демек. Сен сондай асялы құяшлы елсің, тыныштық һәм ықпал сендегі тілек. Құрметпен Гагарин атындағы номері 7-ші орта мектептің 1985 жылғы жігіт һәм қызлары. Алға Шоманай, алға Гагарин деп осындай әдемі бізге хат лектер жазып жатыр екен.